Ұлытау жобасы. Армысыз құрметті көрермен, бұл Open Ұлытау жобасы Ұлытаудың төрінде киелі мекеннің дәл ортасында ашық әңгіме құруды мақсат еткен еркін сұхбат алаңы. Бүгінгі қонағымыз Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ақын Ғалым Жайлыбай. Ғалым аға, қош келдіңіз. Ой, рахмет. Кең дала туралы көп жырлайсыз, туған өлке Ұлытау туралы ғой енді. Белі шықпай бесіктен бәйге көрген жылқышы баласының жыр жазбауға хақы жоқ деп өзіңіз де айтасыз. Ұлытау даласы лириктің поэзиясына қалай әсер етті? Енді жалпы мынау Сарыарқаның кіндігі Ұлытау дегеннің өзі қазақ баласы үшін қай уақытта да бұл Ұлытау деген атау емес, ұғым секілді әсер етеді. Ұлтиясы Ұлытау дейді, басқаша айтады. Сонау Геродоттар дәуірінен бергі, Сақтар дәуірінен бергі уақытта осы қалай қарасаңыз да Ұлытау бір елдіктің, бірліктің, парасаттың мекені секілді дау шарлары шешілген, сол жерден барып байыз тапқан, жүректеріне қуаныш ұялап қайтқан 300-дің баласы Ұлытауға жаңағы бас қосып сол жерден үлкен өміріне тірек іздеген. Енді мен Ұлытау дегенде мен енді Бетпақтың даласында өстім. Сол Бетпақтың даласында ақбөкендердің арасында деген секілді. Сондықтан маған ол жер, ол өлке, ол мекен соншалықты ыстық. Ол менің шығармашылығыма да өзінше үлкен деңгейде әсер етті деп ойлаймын. Көктөбеге көк ау қуып Алматыға алма жеуге келген жоқпын дейсіз. Жаңаарқа мен Ұлытауды сағынып тұратын шығарсыз. Қаншалықты жиі келесіз? Мен Ұлытауға жиі келіп тұрамын. Мен осы облыстың құрметті азаматымын, саусақпен санарлықтай бір 10 шақты адамның бірімін. Сол Ұлытаудың мен әр тасы, әр төбесі мен үшін соншалықты ыстық. Әлде ертеде осыдан бір 40 жылға уақыт бала кезімізде мен осында жұмыс істеп, алдында жылқы бағып, артынан облыстық газетте қызмет істеп, кетіп бара жатқан кезімде бір өлеңім болған. Сонда Ахмет Ишан түседің, қорқытабыз күйедің, кәусәріңнен ішемін батаңды бер киелім деп. Сол бата, сол осы елдің соншалықты бір тағылымды тарихы біздің жанымызда, жүрегімізде мәңгілік жасайтын шығар. Қашан келдіңіз соңғы рет? Ұлытауға осы жиі келем. Өткенде де осы бұның алдында өткен айдың 22-23 күндері Ұлытауда Ғалым Жайлыбай оқулары өтті. Мектеп оқушыларының арасында сол бір үлкен жақсы жоба екен. Өзіме қатты ұнады. Осы Жезқазған қалалық білім бөлімі ұйымдастырған екен. Сол жаңа мектепте өтті. 20 мектептің оқушылары қатысты. Менің өлеңдерімді оқыды. Мен үшін сондай бір қуанышты сәттер еді. Бірақ аяғына жетпей Астана шақыртып қайтып кеттім. Оның да себебі әдемі шығар. Оның да себебі болды, иә. Өзіңізге ерекше атап өтетін ұл қыздарды есіңізге сақтап алған шығарсыз? Жерлес, жаңағы оқушылардың ішінен айтамын. Иә, енді оны жеке әңгіме бір жазып берейін деп жүрмін. Тамаша, жақсы. Алдыңыздағы ұлы ақындардың біразын көзін көрдіңіз. Көбі сізді таныды, кітаптарыңызға алғы сөз де жазып берді, туған күніңізде бой көрсеткендері бар. Солардан өнеге алып қалған наз ақынның бірісіз. Өзіңізден кейінгілерге де бір ақыл кеңесіңіз болса? Енді менің ең үлкен бақытымның бірі сол алдымдағы ағаларымның бәрімен араластым. Мен жұмыс бабымен болсын, былай шығармашылық бабымен болсын, тіпті әріліктегі Сырбай Мәуленов бастаған кәдімгі соғыстан қайтқан солдаттарды жазған Сырбай ағаларымыз бастаған, Қуантық ағаларымыз бастаған кісілерді көзім көрді. Сырағаңдардың үйінде болдым. Одан бергі уақытта Қадыр ағаларымыз, Тұманбай Молдағалиев ағаларымыз, Сағи ағаларымыз, осы Кәкімбек Салықов ағамыз, Кәкімбек ағамен бірге қызмет істедім халықаралық Сәтбаев қорында. Осы кісілердің қай-қайсымен де
мен сондай жақсы болдым. Фариза апамыз менің тобылғы жарған деген кітабыма алғы сөз жазды. Серік Қирабаев ағамыз бүгінгі өлең деген үлкен көлемді мақала жазды. Менің кітаптарыма 3 томдық таңдамалыма кірді. Ал енді тұмағаңдарды мен кәдімгі туған інісіндей араластым. Маған арнаған өлеңі бар. Ылғи айтып жүрем, сағынып жүрем. Сонда 50 жылдығыма келіп тұрды. Маған бала секілді қазақтың ұлы ақыны, білмеймін сенің туған мекеніңді, бұйыртсын Аллам саған екелуді, тұп-тұнық жанарыңның өзі айтады Тұманбайдың інісі екеніңді. Мен жақында Тұмағанның 90 жылдығы болды. Күлтай апай хабарласады Алматыда, соған баяндама жасайтын адам таппай жатырмыз. Біз саған сөйлесейік деп едік. Маған сөйлесетін ештеңе жоқ. Ана той қай жерде болады? Жарты сағат бұрын мен сол жерге келіп тұрамын дедім. Сөйтіп Алматыға Еңбекші Қазақ ауданына барып, Тұмағанның баяндамасын жасап келдім. Тамаша. Бірақ ұрпағымның ақын болғанын қаламаймын депсіз. Неге? Енді бұл үлкен бір өте бір тар жол, тайғақ кешуілі, бұл азапты жол. Жұрт ойлайды, ақын болады, енді деп ойлаймын өз басым. Мен көп нәрсе, көп қиындықтар көрдік біздер. Былай шын айтқан кезде осы жолда. Мүмкін сіздің кезіңізде солай болған шығар. Қай уақытта да солай. Бұл жерде жаңағы, бұл жерде көре алмаушылықта болады, бұл жерде басқа да дүниелер болады. Бұл жерде жол болмай кеткен талай қаламгерлерді білем, басқа жолға түсіп кеткендерін білем, өз бағасын ала алмай кеткендерін білем. Өмірдің бәрі күндегі жаңа сенің жазып отқан өлең емес қой. Мысалы, таңертең мен Есілдің жағасында тұрамын, қазір Астанада шығам, біреулер мені танып жатады, мынау Есіл ағаны жазған автор еді деп басқаша айтады, кітаптарымды оқығандары бар. Мен шын мәнінде менің бірінші үлкен ұлымда осы бір кино саласына барғысы келді ме, екінші баламда сондай қызым журналист болғысы келмейді. Әйтеуір бір өнерде ғой, әйтеуір, бірақ олар кітаптың ортасында өсті ғой, оларды кінәлауға болмайды. Мен бәрін басқа салаға қарай бағыттап жібердім. Шынын айтсам, енді өзім болсам болатын шығар деп. Тамаша. Шынымен енді ақындықтың миссиясы елге бүтін сөз айту, ұлттың, жанның сөзін айту дейсіз, бұл да өзіңіздің сөзіңіз. Ақын өзекті мәселені көтеруге міндетті ме? Ол міндетті. Енді қазір осы мынау түрлі пікірлер айтылып жатыр қоғамда. Қоғамда түрлі пікір айтылады. Кеше бір жерде жазушылар одағы деген сүмелектер одағы деп менің жаным ауырып кетті. Мен сол жазушылар одағында 11 жыл басшылықта болдым. Енді онда емес қой. Ол ақын деген менің ұғымымда ол кәдімгі елдің сөзін айтуға міндетті. Бұл журналистика емес, ол митингі жасап ортасында жүру керек емес деп ойлаймын. Оның миссиясы сол өзінің өлеңінде жазып отырып, сенің сондай мына елге бір ой салатындай, сонда бұл көркем дүние, бұл жаңағы көркемдіктің кәдімгі көрігінде шыңдалған дүние. Ол кәдімгі талай жаңағы ұраншыл айғайлардан пайдалы болуы мүмкін. Мен бір өлеңімде жаздым. Көктөбеден көктемін күткенімден үзік-үзік үмітін үттедіңдер. Қазақта бір киіктің құралайы жаутаңдатпай жанарын үсперіңдер деп. Болмаса қаңтар-қырғыз кезінде менің бір топ өлеңім шықты. Ошағыңды таптасаң от өшеді деген. Енді бұл елдіктің сөзін айтасың. Ал бірақ енді ол кәдімгі менімше ол жалаң ұран, қырғақ бақыс бір дидактика емес, кәдімгі ойдың, сезімнің, жанның сөзін айту керек қой. Шынымен мен де ойлаймын, енді өзекті мәселелерге араласуға міндетті сияқты ақындар. Енді болмаса қара орамал сияқты адамзаттың қайғысын жырлайтын бір туындысы болуы шарт сияқты меніңше. Бірақ енді саясатқа араласқаны жөн бе? Саясатқа араласасың ғой. Саясатқа араласасың, бірақ ол қай деңгейде араласасың? Мәселе сонда. Мәселен енді ол саясат біз қоғамда, формацияда, мына формацияда өмір сүріп жатырмыз. Сені саясат араластырады. Қандай болғанда да. Енді бірақ жөн жосықсыз ол шығармашылық ада, бұл басқа дүние. Бұл сәл басқалау дүние. Енді ол мен енді өз басым солай ойлаймын. Мен жалпы менің мамандығым саясаткер. Әлеуметтанушым мен. Қазақ экономика институтын бітіргенмін. Әлеуметтанушы мамандығына, мамандығым. Мен саясатты бір кісідей білемін. Бірақ енді араласатын кезде араласу керек.
елдің сөзін сөйлеу керек, оның бәрі рас, бірақ бұл енді кәдімгі бір кешенді дүние деп ойланатын. Жас ақындарға қарап, поэзияның болашағына қандай үмітпен қарайсыз? Кеше ғана шабыт фестивалінің жюриінің мүшесі болдым. Сол жерде талай жақсы ақындарды көрдім. Енді бұлар бәріне мынау поэзия деген дүние, бұл кәдімгі бір теоремасы бар, болмаса бір рецепті бар дүние емес. Бұл өлеңге ұйқас деген дүние, өлеңге қойылатын жүздеген, бәлки мыңдаған шарттың біреуі ғана болу керек. Оның ішінде үйлесі, мәуен, бәрі өзі төгіліп, ағылып келген кезде ғана өлең болады. Сондықтан біраз жас ақындар өсіп келе жатыр. Енді мен бірақ осы ақындардың қай-қайсыны да айтам, маған келіп тұрады, сырласып тұрады. Адам сенің өлеңінде ұлттың жүрегі соғу керек. Қазақ деген ұлттың жүрегі соғу керек деп. Енді бүгінгі ақындарда мен бір нәрсені көріп, бұлар біздер мейірім көріп қалдық. Біз есік ашық үйлерде өстік, есік ашық тұрған үйлерде өстік, атқа міндік, тайға міндік. Біз керемет бәйбіше аналарды көрдік, әкелерді көрдік. Бір ауылдың баласы, бір ауылдың тентегі бәрі қосылып түзейтін уақытты көрдік. Ақсақалдар институтын көрдік. Енді осылардың бәрі ауыл деген кәдімгі бес саусақтың саласындай дүние еді. Енді қазір ауылға барсаң да кішкене қазақ ауылдарының болмыс өзгере бастаған, көршінің үйі мен сенің үйінің ортасы жабық тұрады, жаңа ұрады, баяғыда есік алдына шығып алып, сәкідеп отырып алып, бір-бірімен айғайласып сөйлесіп, болмаса бірінің шайына бір келе салатын сондай мейірім, болмаса даланың керемет кезеңдері, атқа мінген бала, тай үйреткен бала, осылардың бәрі жаңағы жусанның иісі, бұлбұлдың дауысы деген осылардың бәрі адамның бір сағынышына айналады. Ал қазақтың баласы, қазақтың ақыны, ол француздың ақыны емес, ол орыстың ақыны емес, батыстың ақыны емес. Оның өлеңінің өзегінде қазақ деген ұлттың жан жүрегі лүпілдеп соғып тұрса жақсы болар еді. Болашағынан үміт күтетін, болмаса үміт артатын ақындарыңыз бар ма жастардың ішінде? Олар аз емес, ондаған. Енді қазір олардың тізімін айта бастасам, олар шатысып кетуі де мүмкін. Сондықтан енді бізден кейін баршылық. Енді бізден кейін толқында жас емес, мысалы Маралтайлар, Бауыржандар бастаған толқындар бар. Одан кейін Ерлан Жүністер бастаған толқындар бар. Енді одан кейін де жаңа біздің осы ұлытауда өлең жазып жүрген балалар бар. Алғашқы кітаптарын шығара бастады. Ұлар деген клуб құрыпты. Осының бәріне қуанамын. Абай Ораз деген бала, Жанат Әбдіғожин деген осы солар ертең Мұқағали, Сейітқазинов деген осылар ертең бір жақсы орта болып қазақтың өлеңінде өзінің қолтаңбасын қалдырса жақсы болар еді. Жалпы Жезқазғанда осы Ұлытау өңірінде жақсы ақындар өмір сүрді. Біздің көзіміз көрген әр жағын айтпағанның өзінде Сайдалхан Әкенов деген керемет жақсы ақын болды. Ұлытау деген өлең бар ғой, Сайдалханның сөзіне жазылған, әніне жазылған, жақсы кейін сейіліп тұр. Шіркін менің қандай далам деп басталатын. Сол әннің авторы болды, жақсы кітаптары шықты. Ол кісілерде көп айтылмай бара жатыр. Сол жаңағы аңызға айналған жақсы кейін сейілі балаларымызды көрдік. Осылардың бәрі, осы Ұлытау, бұл Ұлытауда біз көрген осы енді не бір ғажайып өнердің иелері болдық. Анау Қарагөз ансамблі, анау Жезгейіл ансамблі дегендер, бұлар кәдімгі қазақтың даласын елең еткізген кезінде біздің жанымызды тәрбиелеген. Қазір біздер басымыз қосылып баса, жаңа Әлихан Бәйбел бәріміздер қосылсақ, сол Ұлытаудың әндерін айтамыз, Жезгейіктің әндерін айтамыз. Жақсыкелді ағамызбен бірге мен 83 жылы Жігер деген фестивальге қатысқанбыз. Сондай бір ғажайып кісілер еді. Енді осылардың бәрі қазір бізге сағынышқа айналып бара жатыр. Енді мынау қазір жастардан арасынан үлкен-үлкен суреткерлер шықса, соған бір сұранып тұрған жер деп ойлаймын. Қазіргі поэзияның қоғамдағы рөлі қандай?
Енді поэзияның рөлі дегеннен бұрын маған қоғамдағы қаламгердің рөлін қайтару керек. Ақын жазушының рөлін. Ақын жазушы деген, мысалы, Сәбит Мұқановтың өмір мектебінің жаңағы есею жылдарын сондай шығармаларын оқып отырсам, анау орталық комитеттің бірінші хатшысымен олар күнара бірге жүреді, бірге сапарға шығып кетеді. Негізі кеңестер идеологиясының кезінде ақын жазушыларды бірінші қатарға шығарған ғой, олар үлкен қаламға қалған. Енді қазір қоғамда мен қаламгерге айтамын, мысалы кейбір қазір өзі кім қаламгер, кім ақын, кім жазушы екенін айыра алмайтындай жағдайға келіп қалды. Себебі өмір бойы қызмет істегендер ақсақалды жасқа жете бастағанда, 70-ке жақындаған кезде өзінің бірдеңелерін жазып, соны тықпалап, соны сатып, мен үшін сен де ақынсың, анау да жазушы деген секілді пайда болды. Ал кезінде жаңағы Айдынның Аққуы секілді ауылға ақын келсе, бір керемет, бір құдірет келгендей, кәдімгі кең даланың жезгиіктері үйінің алдынан жосылып өтіп бара жатқандай әсер алатын. Менің алғашқы өлеңдерім ерте шықты. 15-14 жастарымда мен өлеңдерім жарияланып кетті. Мен 16 жасында Жұлдыз журналының 75-ші жылғы 11-ші санына жарияланған. Сонда менің бір ауданда облыстық газеттегі өлеңдерімді көріп, Жарасқан Әбдіраштың Жарасқаны деген махаббат математикасын жазған, Дала сенің ұлымын жазған қазақтың үлкен ақыны мен ауылда мал бағып жүрген жеріме іздеп келген. Мысалы, сондай еді. Қазір өзі ақын деген аспаннан жаумайды. Қазір ана жерде де ондай емес. Ақын деген ол жазарма болуы мүмкін, ақын ол аз болады. Сондықтан оны қоғамдағы рөлін, қоғамда өлең оқитындар қазір бір тәуба көбейіп келе жатыр. Ол мынау дүниенің бәрі қайтады, әлеуметтік желі секілді, олардың бәрінің бір уақыттары болады. Оларға бір жиенім Англияда тұратын еді, сол жақында келіп, анау мен әлеуметтік желіде оқып отыр едім, өте ақылды бала, білімді бала, соның азаматтығын алған. Ой, аға, не істеп отырсыз? Мынау әлеуметтік мусор ғой дейді, әлеуметтік. Мен айтамын, бұл біздің қазаққа жақсы болып тұрды. Сол секілді, оның поэзияның, әдебиеттің рөлі бұл үлкен болған. Бұл адамның жанын тәрбиелейді, қай уақытта жанын тәрбиелейді. Анау Махаббат қызық мол жылдар Әзілхан Нұршайықовтың шыққан кезеңдер менің есімде. Болмаса Қадыр Мырзалиевтің Ой орманы, Дала дидары, Бұлбұл бағы, Көш, Домбыра кітаптары шыққан кезде сол кітаптарды, мәселен, бүгін сені алып кетсең, біз сені асықтырып, жаным, сол неғып сен үшінші ұстап отырсың деп. Сондай кезең керемет қой, бір адалдықтың бір адамның. Біз сонымен өстік, біз сонымен тәрбиелендік, батырлар жырын оқыдық, қара өлеңді оқыдық. Сондай дүние қазір осы кітап оқитын уақыт қазаққа оралып келе жатқан секілді. Тамаша, жырларыңызда енді даланың иісі аңқып тұр. Поэзиядағы осы сабыр мен тереңдік қайдан бастап алды? Балалық шағыңызды еске алсаңыз. Жалпы, мынау менің әкем ғұмыр бойы жылқы малшы, жылқы фермасының бастығы, колхоздың председателі секілді жұмыстар істеді. Бұлар енді менің поэмаларымда бар, Тамақ ішкен секілді басқа поэмалар. Мен Шашынов тақырыбын көп жаздым. Сосын басқа осындай 20-шы ғасырдағы әділетсіздіктерді жаздым. Сонда бұл кісілер жетім балалар, ағайынды екі бала. Әкесі өлген, әкесі аштан өлген, мұраға келіп 32-ші жылдары. Шешесі ел жақта қалған. Сол балалар көп болса деп ойлаған болу керек. Соларды оқытсам деп. Сонда әкем өмір бойы жұмыс істеді. Анамыз 11 бала туып, өмір бойы жұмыс істемей үйде тұрды. Сонда әкем кітап жинайтын еді. Мәселен, сосын біз бәріміз жақсы оқыдық. Біздің үйде бесік оқығандар бар, біз андай аты жөніміз тұратын мектепте осы бәленшенің балалары деп. Сонда киіз үйлі далада отырамыз, малда ауылда отырамыз, бетпақдалда отырамыз. Сосын кешке қарай біз батырлар жырын оқимыз. Мәселен, ауылдың үлкен кісілер келіп жиналып отырады. Сосын соған сартылдап мәнерлеп оқисыз. Шашырай бастаған қарындасы болмаса әпкенге оқиды, басқа оқиды. Олар кәдімгі кино көргендей, радио тыңдағандай, телевизия көріп отқандай
әсер етеді. Мысалы сол әдебиетке деген дүние сол кезде басталып кеткен болу керек. Сол мен алғашқы өлеңдерім сосын мына мен атқа шапқан баламын, кәдімгі бәйгеге атқа шапқан баламын. Сол бір намысыңды жылқыға жақын болды деген қазақтың баласын тез есейіп жіберетін секілді. Анау шырылдап атың бәйгеден келе жатса, ана бір ертіп қазір дау болмасын деп сен өзіңнің ауылыңның атын айғайлап өтіп бара жатқан бір 8-9 жасар баланы көз алдыңа елестетші, жаңарқа деп айғайлап сен үлкен кісілер танып алады. Солай болды. Сол ана бір ауданымызда бір сот болды, қара сот дейтін еді. Сол кісі бір ол кезде баратындар елді мынау не ғой, Қара теңіз есі демалысқа барады, сосын атқа шабатын балаларға бір футболкамен бір наверное пластмасса екпепті бас киім. Бейсболка. Ол кезде бейсболка атында білмейміз, соны киіп алып шыққан кезде ана бір керемет дүние. Сол біз сондай бір намысты, сондай жерлерді бала күнімізде мынау жанымызға үйретіп жіберген секілді болды. Сол кезде Ұлытау қандай еді? Жаңа алдында да осы сұрақты айттым. Енді Ұлытау, жалпы Ұлытау, бүгін де сол Ұлытау. Енді бұл жерде қандай болғанда Ұлытаудың, бұл даланың жаңағы сәл-сәл адамдарына байланысты сәл-сәл болмыстары өзгере бастауы мүмкін. Біз Ұлытау облысы құрылды бертінде біз үлкен ағалардың көзін көрдік. Мысалы Ұлытауды басқарған Қажымұрат Нағманов деген 92, 93, 94 жылы басқарған әкім бүгінге дейін аңыз қылып айтады ол кісіні. Ана қала қатып қалған, сосын үлкен тұлғалар істеді бұл жерде. Қайырбек Сәдуақасов секілді, Нөрлібек Мұратбаев секілді, осы елде Жұмағали Наурызбай секілді идеологтар істеді. Біз олардың бәрімен бұл Ұлытаудың бір жақсы жері бар. Мәселен, бұның жақсы жері, сен облыстың басшысына ақынсың ба, журналистсің ба, саған оған барып жағдайыңды айту өте жеңіл болатын. Керек болса көлігін сұрап арнайып кете беретінсің. Солардың бәрі бізге бір аға секілді әсер етті. Олардың бәрі әр жақтан келе жатқан дүние ғой. Кезінде Кәкімбек Салықовтар басқарған. Сол Кәкімбек Салықовтар басқарған, ол кісілер анау Хан Сәтбаевтарға шәкірт болған. Сол өзі Көкшетау Қызылжардың қазағы ғұмыр бойы жезгиікті жырлап кетті, Жезқазғанды жырлап кетті. Сонымен Кәкімбек Салықовтардан қалған дәстүр кешегі Садық Асатов жайрам комбинатын басқарған, осы кісілерден бермен қарай жалғасқан дүние біздің Ұлытаудың азаматтарын бұл жерде өзі адамның да саламыз ғой, бұларды жеке тұлғаға айналдырды. Кәдімгі жаны жомарт, рухы биік тұлғалар өмір сүрді осы жерде. Солардың ұрпақтары бүгін өмір сүріп келе жатыр. Бүгін бір кішкентай ұсақты көріп қалсаң, сол Ұлытаумен салыстырасың. Тіпті 30 жыл бұрын Ұлытаумен салыстырасың. Оның алдындағы Ұлытаумен салыстырасың. Сондықтан бұл үлкен ұлылардың, тектілердің мекені. Кешегі анау Едігеден бастап, кешегі анау Асанқайғы бір атыма өңгеріп әкетер едім, әттең оған мүмкіндігім жоқ деген Ұлытау ғой. Енді Ұлытаудың анау ең үлкен өзені Қаракеңгір болса, сол өзі бұл дала табиғаты мен адамдардың бір-біріне сүйеніп қана өмір сүріп өтетін жері. Иығын тірестіріп сүйеніп, бұл жерде керемет аналар болды, керемет ағалар болды. Олардың енді қасиетін бүгінгі ұлытаулықтардың бойынан іздеу керек шығар деп ойлаймын. Тамаша. Өлеңдеріңізде уақыт пен тағдыр тақырыбы жиі қозғалады. Уақыт сізге дос болды ма, қарсылас болды ма? Маған уақыт деген ешқашан жетіп көрген жоқ. Ешқашан жетіп көрген жоқ. Уақыт деген бұл кеңістік қой, бұл кәдімгідей уақыт кеңістік, жаңағы уақыт деген тықылдап тұрған сағаттың тілі емес, уақыт деген сенің күллі тағдырың. Сондықтан сол уақыттан қалмай, жақында бір топта өлеңдерім шықты, соның ішінде жасанды интеллекті деген өлең бар еді. Бұндай да өлең болады екен ғой деп күледі, бірақ ол өте жақсы өлең еді. Сондықтан мен ойлаймын, ол дүние сол уақыттың көш керуенінен қалып қоймай,
әрине одан озып кетсең үлкен бақыт. Сондықтан уақыт деген уақыт. Тамаша. Көп рахмет Қалмаға. Алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, тұшымды сұхбат бергеніңізге халқымызды айтамыз. Рахмет. Опыт ұлытау жобасының кезекті саны аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше.